Баршаңызға сәлем, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін мен сіздермен сұлы печеньесін жасайтын боламын, яғни овсяное печенье. Барлық керекті заттардың тізімін описанияға жазып қойдым, сол жерден қарасаңыздар болады. Ең алдымен біз бөлме температурасындағы сары майымыз бен құмшекерімізді жақсылап араластырып алатын боламыз. Бізге осы печеньені жасау үшін сұлы ұны қажет болады. Барлық дүкендерде сатылады, немесе сұлыны блендерден өткізіп үгітіп алсаңыздар болады. Осындай қарапайым ұнымызбен бір қасық разрыхитель, бір қасық корицамызды қосып жақсылап араластырып аламыз. Видеода көрсетілгендей етіп барлық заттарды қосқаннан кейін қолымыздың көмегімен немесе қасықпен де араластырсаңыздар болады. Мен осылай қолдың көмегімен барлығының басын біріктіріп алдым. Содан кейін суымызды құйып, жұп-жұмсақ қамыр илеп алатын боламыз. Бізде қамырымыз дайын болғаннан кейін мен үйдегі капля шоколадтарды қостым. Немесе мейіз, дән, өз қалауларыңыз бойынша қоссаңыздар болады. Немесе мүлдем қоспай-ақ қойсаңыздар да болады. Осындай ұзынша формаға келтіріп аламыз. Видеода көрсетілгендей етіп қолымыздың көмегімен осындай формалар жасап табамызға салатын боламыз. Менің каналыма қолдау білдіріп, пікірлеріңізді жаза отырыңыздар. Міндетті түрде сіздерге бұдан кейін бұдан да күшті рецепттер салатын боламын. Осы дайын болған формаларымызды 180 градуста 10 минут пісіріп алатын боламыз. 10 минуттан асырудың қажеті жоқ, осылай ақшыл етіп ала берсеңіздер болады. Міндетті түрде жасап көріңіздер, осылай ортасы толығымен піседі. Баршаңызға ас болсын, сіздермен болған Карина.